2'de 4 беріп тұр. Аккумуляторымыздың өзінің күші. Қазір қалдырып көрейік. Мінекей бізде 14'де 2 көрсетіп тұр. Бұл норма өзінің. Қазір газ беріп көреміз. Мінекей көрсеңіздер, ешқандай өзгеріс болып жатқан жоқ. Ассалаумағалейкум достар. Бүгін бізде Nexia автокөлігі. Бұл Nexia автокөліктің келу себебі бұл жерде генератор көп тоқ беріп жатыр. Мінекей мына жерде аккумуляторда қайнап жатыр. Еще газ отказ беріп жатыр. 2000 обороттан асқаннан кейін отказ беріп жатыр. Оны қазір көрсетеміз сіздерге. Мінекей қазір оталдырам оны. Қазір ешқандай ошибка жоқ. Мінекей қазір оталды. Мінекей уже 2000 обороттан асса, бұл отказ беріп жатыр газ. Бізде тоқ напряжение жоғары. Бұл газдың компьютерінде жаңағыдай не бар? Самозащита типа. Сол себепті газ отказ беріп жатыр. Қазір таңғар көреміз. Sıç. Мінекей қазір бұда 14'те 6. Бұл деген көп бізге. 14'те 6. Газ берсек, бұдан да көбейеді. Көрсеңіздер, напряжение уже 15, 14'те 6'ның өзі даже көп. Бұны не істейміз? Бұл жерде бізде генератордың болып тұр барлығы. Мына жерде генератор тұр. Біреулер регулятор дейді, мысалы, регулятор дейді ма, регулятор. Қазір генераторды шешіп, мен соны көрсететін боламын сіздерге. Алдыменен біз мына жерде генератордың үстіңгі жағын ашып алайық. Мінекей достар, оны генераторымызды шешіп алдық. Бұл жерде тоқты көп беретін аккумулятор, осыны ауыстырамыз. Бұны алу үшін бізге мынандай паяльник керек болады. Алдыменен генераторды босатып аламыз. Bunu шығарып алдық. Енді мына ішіндегі регуляторды шешіп аламыз. Ол үшін арт жағын біз босатуымыз керек. Мінекей достар, генераторымызды шешіп алдық. Бұл жерде бізде тоқты регулировка жасап беретін регулятор дейді. Бұны
шоколадка дейді көбісі. Міне мынау зат негізі. Осы тоқта регулировка жасап береді. Қазір біз бұны шешіп, басқасын қоятын боламыз бұған. Бұны шешу үшін мына жерден паяльникпен ажыратып, мына жақта бар екен. Соларды ажыратамыз бірінші. Осыны ажыратамыз шоколадкасын. Енді мынау шоткасы қалды, шотканы да ажыратып аламыз. Мінекей шоткамыз шықты. Бұл жерде тоққа жауапты осы шоколадка. Бұны регулятор дейді. Мінекей достар, бұл жаңасын алдық. Так. Nexia бірлерде. Nexia ең болезненно дейді ма, ауру бола беретін, бұзыла беретін жері осы жер. Генератор көп тоқ берсе, тоқ бермей қалса, осы жауапты болады. Бұны қазір енді өзі екен. Осыны жайғастыратын боламыз. Мінекей бұл шоколадкамызды мына жағын паят еттік. Енді мына жағын мынаған жайғастырамыз бүйтіп. Бұл осылай тұру керек. Мінекей. Осыны осылай паят етіп аламыз. Мінекей достар, бұны паят етіп алдық. Мына екеуін де шоколадканы. Енді аккуратно орнына қайттан жинаймыз. Сосын тоқты тексеріп көретін боламыз. Осылай. Так, шоколадка. Мінекей осылай қысып аламыз енді. Мінекей достар, бұны бәріні гайкілерін, болттарын қатып болдық. Мінеғі дайын. Енді мына жерде мынау пачемнигіміз бар. Бұл әлі жақсы, бірақ бұны желательно майлап жіберсек, одан да жақсы болады. Майлау үшін. Мына жерді жайлап ашсақ болады арасын.
Бұл жерде май қалмай кеуіп кеткен. Бұған қазір литол салатын боламыз. Мінекей достар, бұны қазір арнайы мынандай подшипниктің өзінің литолы бар. Соны толтырамыз ішіне. Сонда жәндегі кішкене көбірек уақытқа шыдайды. Ақыры ашқан соң майлап жіберейік дедік бұны. Неге осылай? Неге енді үстіндегі мынау пластмасын жауып қойсақ болады. Неге осылай енді орнына салсақ болады. Неге бұны салу үшін мына жердегі мына шотканы, ішіндегі шотканы артқа қайтару керек. Қайтарып, мына жерінде мынандай тесік бар. Осыған сым жіңішке отвертка тығып қоятын болсақ, шотка алға қарай жылжымайды, салуға болады. Неге достар, бірінші шотканы артқа қайтарып аламыз. Ол үшін мынаны біртіндеп былайынан тығып, мынаны жақсылап тығып, мінекей көрсеңіздер, шотка қазір артқа до конца қайтып тұр. Іш жағына көріне ма? Мінекей. Енді мына подшипнигімізді аккуратно тығып аламыз бұған. Мінекей. Так, бұл құлақ. Адаспаңыздар, мына екі құлақ бірін-біріне қарама-қарсы болып тұру керек. Осылай. Енді мынаны суырып алсақ болады. Қалғанына өзінің гайкілері тартатын болады. Мінекей осылай тартамыз бұны. Осылай қатты тартып қоямыз бұны. Мінекей. Генераторымыз мінекей дайын. Енді машинаға сала берсек болады бұны. Так, бұның защитасы. Мінекей достар, бұны
артына пластмасс крышкасын жабамыз. Енді машинеге қойып тексереміз. Құдай қаласа жақсы жағу керек. Основной тоқтың регулировкасына жауап беретін осы шоколадка дейді бұны. Регулятор дейді, в общем, сондай. Машинеге салайық. Мінеке достар, қазір генераторымыз орнына жалғадық. Основной бұл жерде мән беретін жерлері мынау оң гайка қатқан жерде клемма қатады. Осыны жақсылап тазалап жеріңіздер арт жағына. Енді орнына қойып, тартып, ременді салып қадайтатын боламыз. Мінеке бұны ременді салдық. Тартатын кезде мына жеріне помогатель турбасының өшірге салып, арт жағына мынаған тіреміз. Кішкене тартып, шлик қатты емес, ремен 45 градусқа айналатын болу керек. Сөйтіп қысатын боламыз. Мінеке достар, ременімізді тартып алдық. Ремен 45 градусқа айналады біздікі. Енді қалған заттарын жинап, оталдырып тексеріп көретін боламыз. Мінеке достар, генераторымызды бәрін орнына жайғастырдық. Енді оталдырып көреміз. Қазір бізде 12-де 4 беріп тұр. Аккумуляторымыздың өзінің күші. Қазір оталдырып көрейік. Замокты аштық. Газымыз ешқандай ошибка көрсетіп тұрған жоқ. Мінеке бізде 12-де 14-те 2 көрсетіп тұр. Бұл норма өзінің. Қазір газ беріп көреміз. Мінеке көрсеңіздер, ешқандай өзгеріс болып отқан жоқ. Он 12-де 4, 14-те 2. Жәнде байқаған болсаңыздар, көтеріліп кетіп жатыр еді. Қазір фараны қосып, нагрузка беріп көреміз бұған. Мінеке фара қосылды. Дальний свет қосамыз. Мінеке 14-те 1 фарамыз қосылып тұр. Ешқандай өзгеріс жоқ. Генераторымыз жақсы ток беріп тұр. Қазір машина кішкене қызысын. Газды де қосып көреміз. Газде де ешқандай ошибка болмау керек. Мінеке достар, газымыз да қосылды. Бұл да бізде бағана 2000 обороттан кейін газ ошибка беріп отыр еді. Көріп тұрған болсаңыздар, ешқандай ошибка жоқ бұда. Мінеке газде де қазір бізде газ қосылып тұр. Аккумулятор 14-те 1. Норма болып тұр бізде. Осылай генератор көп ток беріп, жәндегі аккумуляторды қайнатып, сіздерді көп әуреге салатын болса, осылай ауыстырып алуға болады бұны. Қазір мен енді бұны аккумуляторымды тексеріп көремін.
қазір аккумуляторды тексеріп көреміз. Мына основной қайнаған мына шеттегісі болған соң мынаны ашып көрейік. Ішінде су бар ма, жоқ па? Мінекей. Бұның ішінде қазір су қалмаған аккумулятордың. Бұған жәндегі магазиннен электролит деген болады. Сол электролитті алып, суды оливка жасайтын боламыз. Мінекей мына іші. Аккумулятор қайнаған соң су азайып кеткен. Бұл енді қайнамау керек. Қазір бізде норма беріп тұр. 14-1, 14, 13-9 сондай береді. Бұған электролит доливка жасайтын боламыз. Мінекей осылай үй жағдайында жәндегі тоқ көп беріп, аккумуляторды қайнатып, бізде аккумулятор қайнап кеткен еді. Осындай жағдай болса, үй жағдайында өздеріңіз ашып, жәндегі генератордың ішіндегі негізі бұлардың ауруы сол, тоқ көбейіп кетсе, или заряд бермей қалса, жәндегі шоколадка дейді, регулятор дейді біреулер. Сол өзінің жұмысын дұрыс атқармай қалады. Бұл мәлімет, ақпарат сіздерге пайдалы болған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарий жазып қалдырыңыздар, комментарийға жауап береміз. Алда, Құдай қаласа, пайдалы және қызықты видеолар шығаратын боламыз. Сау болыңыздар, саламат болыңыздар.